Баршаларыңызға қайырлы күн, сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дастарханыңыздың көркін ашатын өте дәмді және де тойымды қызылшадан салат жасайтын боламыз. Бізге керекті көкөністер ең алдымен бізге тауықтың төс еті қажет болады. Одан соң суға піскен картошка, сәбіз, жұмыртқа және де қызылша қажет. Алдын ала мен суға пісіріп дайындап қойдым. Келесі кезекте осы піскен көкөністерімізді үгіштің көмегімен өткізіп дайындап аламыз. Көкөністерімізді үгіштен өткізіп болғаннан соң келесі кезекте жаңағы тауықтың төс етін өзіңіздің қалауыңызша кубиктап, төртбұрыш пішінде не болмаса ұзыншалап салонка түрінде турап алсаңыздар болады. Өзіңізге қалай ұнайды, солай турай берсеңіздер болады жалпы. Содан соң осындай ыңғайлы ыдысымызға пищевой пленка не болмаса пакетикті салып, осы видеодағыдай ең алдымен үстіне қызылшамызды салып, барлық жеріне бір тегіс етіп төсеп, яғни жайып аламыз. Содан соң оның үстіне майонез жағып шығамыз. Майонез жағып болғаннан соң қалған көкөністерімізді, яғни үгіштен өткізіп дайындап қойған көкөністерімізді осы видеодағыдай бірін кетін салып, ортасына майонез жағып отырамыз. Құрметті қыз-келіншектер, көрермендерім, егер осы рецепт сіздерге ұнап жатса, пайдалы болып жатса, менің каналымның алға қарай дамуына өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, және де осы видеоны достарыңызбен, туыстарыңызбен бөліссеңіздер өте қуанышты болар едім. Алдағы уақытта сіздерге керемет пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Және де дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, салаттарыңыз өте әдемі көрінеді. Сонымен қатар тарелкаңыз бүлінбей, жұмыс жасауға өте ыңғайлы болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай көкөністеріміздің барлығын салып майонез жағып болғаннан соң піскен жұмыртқамызды саламыз, және де ең соңынан осы туралған тауықтың төс етін салып, бір тегіс етіп жайып аламыз да. Содан соң өзіңізге ыңғайлы тарелкаға осы видеода көрсетілгендей етіп салатымызды салып жайғастырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай жасалынады, ешқандай қиындығы жоқ, және де салат тарелкада өте әдемі жинақы көрінеді. Осымен біздің салатымыз дайын. Салат дайын болғаннан соң бетіне піскен жұмыртқаны үгіштен өткізіп әсемдеп шығамыз. Жалпы бұл маңызды емес. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Осымен салатымыз дайын. Баршаларыңызға ас болсын.